Қайырлы күн, құрметті көрермен, менің каналыма қош келдіңіздер. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Бүгін өте оңай әрі тез дайын болатын сковородкада пицца жасайтын боламыз. Видеоны соңына дейін қарап, менімен бірге жасап көріңіздер. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны, содан соң майонезді және де сметананы салып, жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Жақсылап араластырып, біркелкі массаға келтіріп алғаннан соң үстінен ұнымызды саламыз. Бізде қазір массамызға 9 қасық ұн салатын боламыз. Барлығын салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Массамызды жақсылап араластырып аламыз. Осылайша біздің массамыз қатты сұйық емес, қатты қою емес, орташа масса болып шығады. Келесі біз пиццаға қосатын қоспаларымызды турап шығамыз. Қыздар, өзіңіз қалаған кез келген көкөніспен, помидормен немесе колбасамен қалауыңызша жасай бересіз. Мен мұнда колбасаны және де болгар бұрышын қосып жасаймын, және де сырымызды теркадан өткізіп аламыз. Келесі біз табамызды қыздырып аламыз, және де үстіне кішкене ғана май құйып, қызғаннан соң дайын тұрған массамызды алып құятын боламыз, және де барлық жеріне қасықтың немесе лопатканың көмегімен біркелкі етіп жайып шығамыз. Қыздар, біздің жасаған массамыз өте көп. Бұны егерде сізде менікіндей кішкентай сковородка болса, екіге бөліп жасасаңыз да болады, немесе осылай қалыңырақ етіп біреу ғана жасасаңыз болады. Қыздар, бұл тестамен үлкенірек сковородка жасасаңыздар, основасы жұқалау және де үлкен пицца шығатын болады. Өзіңіздің қалауыңызша жасай бересіз. Жаңағы массамызды табамызға жақсылап орналатып алғаннан соң бетін жауып 1 минутқа қойып қоямыз. Содан соң осылайша екінші бетіне аударып алып жасасаңыздар болады. Немесе қыздар, сол жағында тұра берсе де бетіне қалған майонез кетчубымызды жағып, ары қарай жасай беретін боламыз. Мен екі жағында қыздырып аламын. Сол кезде өте керемет болып шығады. Осылайша екінші бетіне аударып алғаннан соң майонез кетчубымызды жағамыз, немесе томат жақсаңыздар да болады. Осылайша барлық жеріне біркелкі етіп жағып, және де жаңағы дайындап қойған колбасамызды, болгар бұрышын барлығын жағып қойып шығамыз. Осылайша барлық колбаса, перецтеріміздің барлығын қойып алдық, және де осы кезде бетін 1 минутқа жауып қойсаңыздар да болады, немесе үстіне бірден сырын сеуіп, сыры ерігенше бетін жауып, астын орташа отта қоя тұрамыз. Неке қыздар, біздің пиццамыз дайын болды. Өте керемет әрі өте дәмді болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Сіздерге ұнайды деген сенімдемін, және де көп уақыттарыңызды алмайды. Арасында осылай да жасап көріңіздер. Видеоларым ұнап жатса, лайк басып, пікір қалдырып, каналымның дамуына өзіңіздің үлесіңізді қосып, тіркеліп отыруды ұмытпаңыз. Баршаңызға ұстаған оразаларыңыз қабыл болсын. Баршаңызға рахмет.